Мақтағыз бен мысық. Бұл екеуі дос болып жүреді. Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір түйір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз, келмесең келме деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығыңды төгем дейді. Мақтағыз болса, мен құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық, апа, құйрығымды берші дейді. Мақтағыз, менің қатығымды төле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр болса, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, жапырағымды берші дейді. Ағаш болса, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатқан, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Әй, дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық болса, енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқан қорыққанынан, үйімде бір табақ тарым бар дейді. Мысық болса, маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақтағызға береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын береді. Осымен ертегіміз аяқталды.